Қайырлы таң, қазақ елі. Қоғам ТВ телеарнасында таңғы жаңалықтар. Эфир жүргізушісі мен Олжас Болатұлы. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ұстаздар күні қарсаңында елімізде үздік педагог байқауы басталды. Бұл байқауының маңызы зор, өйткені ол үздіктердің ішіндегі оңдаған үздік педагогтың еңбегін тануға мүмкіндік береді. Үздіктерді анықтайтын байқауға қатысушы ұстаздарымыз қандай деңгейде дайындалып жатыр? Ұстаздарымыз қандай озат тәжірибені көрсете алады? Соған тоқтала кетейік. 70 жылдық тарихы бар Қызылорда облысы Жалағаш ауданындағы Темірбек Жүргенов атындағы нөмірі 23-ші мектеп лицейде білімді де білікті ұстаздар дәріс беруде. Неге десеңіздер, 300 балаға арнап салынған мектепте қазіргі таңда 900-ге жуық оқушы білім алады. Бұл дегеніңіз, әрбір баланың жұлдыз болып жарқырауына үлес қосып жүрген тәжірибелі ұстаздарға деген сұраныстың жоғары екендігін дәлелі. Үздік педагог 2022 республикалық байқауына қатысушылардың бірі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, гуманитарлық ғылымдар магистрі, оқу ағарту министрлігінің сараптамасынан өткен 8-10-11 сыныптардан алған абайтану оқулығы авторының бірі Қошанова Салтанат Орынтайқызы. Олай болса, байқауға қатысушы педагогикалық идеялар фестивалі 2020 республикалық байқауының жеңімпазы Салтанат Орынтайқызының үздік тәжірибесімен танысу үшін алдағы бейнематериалға кезек берейік. Мұғалім мектептің жүрегі. Әр мұғалімнің жүрегінде өзі армандаған мектебі болады. Менің жүрегімдегі мектеп Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Темірбек Жүргенов атындағы номері 123-ші мектеп лицейі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Абай рухани реформатор атты мақаласында алдағы уақытта гуманитарлық пәндердің бөлінбес бөлшегі ретінде абайтану курсын оқыту мәселесін қолға алу керек. Сондай-ақ Абайдың толық адам ілімі жан-жақты әрі терең зерттелуі тиіс деген болатын. Бұл мәселенің өзектілігін аңғарған республикалық баспалар оқулықтар шығара бастады. Мен де өз бағымды сынап, республикалық Арман ПВ баспасымен бірлесіп 2 жыл бойы оқулық жазуға кірістім. Нәтижесінде біздің жазған оқулықтарымыз Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің сараптамасынан өтіп, 8-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарға арналған абайтану оқулығы мен мұғалімге арналған әдістемелік нұсқаулық құралының авторлар құрамына ендім. Қазіргі таңда оқулықтарымыз республикалық оқу әдістемелік кешенінің тізбесіне енгізіліп, еліміздің мектептеріне таратылды. Біздің ауданымызда да 8-ші, 11-ші сыныптарда элективті курс есебінен абайтану курстары оқытылып жатыр. Өз тәжірибемді тарату мақсатында педагогикалық идеялар фестивалі 2020 республикалық байқауына қатысып, шеберлік сыныбын көрсетіп, нәтижесінде жүлделі 3-ші орын иелендім. Бұл сайыс менің жаңашыл идеяларымның облыс, республика көлемінде таралуына мүмкіндік берді. Сондай-ақ, республикалық қазақ тілі қоғамының мүшелерімен бірге 2021 жылы Түркия қаласында өткен халықаралық семинарға қатысып, баяндама жасадым. Бүгінгі кейіпкеріміздің үздік тәжірибесімен танысып болсақ, Салтанат Орынтайқызына сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта болатын қорытынды жаңалықтардан байқау жеңімпаздарын жариялайтын боламыз. Арна қосылу болсын ағай.